Барлықтарыңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Дастан домбыра YouTube каналы. Жалпы достар, сіздер домбыра үйренгім келеді, алайда домбыраны үйрену қиын шығар, оны нотамен үйрену керек, немесе оған белгілі бір уақыт арнау керек деген ойлар сіздерді мазалап, домбыраны үйренуді кейінге қалдырып жүрген болсаңыз, бұл видео сізге арналады. Жалпы шынымды айтатын болсам, көптеген адам дәл осы қорқыныштың кесірінен домбыраны бастай алмай жатады. Ал шын мәнінде домбыраны үйрену үшін міндетті түрде кәсіби музыкалық білім керек емес, яғни маңызды емес. Тек дұрыс әдіс керек. Бүгін мен сіздерге сол әдістің бірі сандық нота әдісін ұсынғым келіп отыр. Жалпы сандық нота дегеніміз не? Біз оны қалай қолданамыз? Қалай ол арқылы жеңіл домбыра тарта алатынымызды видео барысында айтатын боламын. Жалпы сандық нота дегеніміз домбыра пернелерін сандар арқылы көрсету тәсілі. Яғни классикалық бес сызықты нота емес. Әр дыбыс нақты санмен белгіленген. Қай перне, қай ішек, қай ретпен барлығы анық көрсетілген. Жалпы бұл әдіс неге ыңғайлы? Түсінікті, жеңіл, бастаушыларға өте қолайлы. Сондай-ақ балаларға тиімді және өз бетімен үйренуге болады. Яғни сіздер домбыра үйрену үшін белгілі бір кружоктарға барып, адамдармен қарым-қатынаста болып үйрену шарт емес. Сандық нота арқылы жинақтарды сатып алып, өздеріңіз үйде қалаған уақыттарыңызда, қалағандарыңызша уақыт бөліп домбыра үйрене аласыздар. Мысалға алатын болсақ, қазақтың рухты күйлерінің бірі Адай. Алғаш тыңдағанда өте күрделі, сондай бір күрделі естілетін күйлердің бірі. Бірақ та сандық нота арқылы оны бөліп қадам-қадаммен меңгеруге болады. Жалпы сіз күйді жай ғана ойнамайсыз. Сіз тарихты сезінесіз. Сіз ата-бабаның рухын жалғайсыз. Осы орайда күйлермен қатар тек күйлерді ғана емес, сондай-ақ халық ауыз әдебиетіндегі әндерді, халық аузындағы әндерді сандық нота арқылы тарту мүмкіншілік бар. Мысалға алатын болсақ, мен мына жерге шарп қоямын. Қазақ осы әні сандық нота түріндегі қалай дұрыс тартылу керек екен көрсетілген. Мысалға, жайлауында деген сөзде біз буынға бөліп қарастыратын болсақ, 4 буын бар. Яғни 5 үстінде, 0 астында. 0 болған кезде ешқандай пернені баспайсыз, тек үстіңгі 5-ті ғана басасыз. Яғни бұл жерде қағыс астында. Ла буынында 5 үстінде, 7 астында, қағыс үстіне. 10 буынында 5 үстінде, 7 астында, қағыс астына. Да буынында 5 үстінде, 7 астында, қағыс жоғарыға. Дәл осылай жүрген деген сөзде қарайтын болсақ, 2 буын бар, я? Жүр буынында 5 үстінде, 7 астында, байқап отырғандарыңыздай қағыс астында. Ген буынында 5 үстінде, 7 астында, қағыс үстіне. Жігіт сөзінде бізде 2 буын бар, я? Бұл жерде ж буынында 5 үстінде, 7 астында, қағыс астына. Гіт буынында 5-те 5, яғни астында да 5, үстінде де 5, қағыс жоғарыға. Бағып қой. Ба буынында 8 астында, 5 үстінде, қағыс астыға. Ғып буынында 5 үстінде, 7 астында, қағыс жоғарыға. Қой буынында 5-те 5, астында да үстінде де 5, қағыс төменге. Дос дегенде бір ғана буын, яғни ол жерде 5 пен байқап отырғандарыңыздай 0. 0 болған кезде біз ешқандай пернені баспаймыз, тек үстіндегі 5-ті басып, қағысты астыға қағамыз. Келді
сөзінде 2 буын, кел буынында 5-те 5, астынан да үстінен де 5-ші пернені басып отырып, қағысты үстіге қағамыз. Д буынында тағы да 5-те 5, қағысты астыға бағамыз. Деп буынында, деп сөзінде бір ғана буын, 5-те 5, қағысты жоғарыға көтереміз. Жасап сөзінде 2 буын, жа буынында 5-те 5, қағыс астыға, сап буынында 5-те 5, қағыс жоғарыға. Жатыр сөзінде 2 буын, жа буынында 5-те 5, қағыс төменге, тыр буынында 5-те 3. Яғни жоғарғысында 5, ал астында 3, қағыс жоғарыға. Анық той. Анық деген сөзде бізде 2 буын, а буынында 5-те 5, қағыс астыға болған кезде, нық буынында 5-те 7. Үстінде 5, астында 7, қағыс жоғарыға. Той сөзінде бір буын, 5-те 7, яғни 5 жоғарыда, 7 астында. Қағыс төменге қағылады. Жалпы осы сияқты басқа да белгілі бір әуендердің жинағы бар. Сіздер осылай жеңіл әрі оңай түрде тартыласыздар. Домбыра ол жай аспап емес, домбыра қазақтың жүрегі. Қазір интернетте домбыра жайлы ақпараттар көп. Оны қалай дұрыс тарту керек екен, орталықтар жайлы ақпараттар көп. Бірақ жүйелі, түсінікті, нақты бағыт беретін контент өте аз. Сондықтан сіздерге бір пайдалы арнаны ұсынғым келеді. Ол яғни Дастан Домбыра YouTube каналы. Жалпы сіздер бұл арнада сандық нотамен әндерді және ел аузында жүрген танымал күйлерді қадам-қадам түсіндіру, бастаушыларға арналған сабақтар, танымал күйлердің жеңілдетілген сандық нота арқылы ұсынған нұсқаларын ала аласыздар. Егерде сіз домбыраны нөлден бастағыңыз келсе, балаларыңызға үйреткіңіз келсе, немесе өзіңізге арнап бір ұнайтын, өзіңіздің жүрегіңіздің қалауындағы күйді өзіңіз орындағыңыз келсе, онда дәл қазір YouTube'дан Дастан Домбыра YouTube каналына тіркеліңіз. Жалпы бізде сіздерге беретін ақпарат өте көп. Бірінші әнді бүгін бастаңыз, ертең өзіңізді танымай қаласыз. Домбыра үйренем деген адамға ешқашан кеш емес, достар. Бастысы алғашқы қадам. Сіз сол қадамды бүгін жасайсыз ба? Комментарийға пікіріңізді қалдырып кетіңіз.